Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен бүгін мынау Талғардағы Шерзат дейтін марқұм баланы не үшін өлтіргенін, әкесі не үшін қудалағанын соның туралы айтайын деп пост шығарайын деп. Мынау мысалы Назарбаевты алайық. Назарбаев жанұясыменен, бүкіл семьясыменен бізге айтады 250-300 миллиард доллар ол где-то 780 миллиард доллар ұрлаған. Соншама ақша, халықтың ақшасын ұрлаған, жаңағы мемлекетке ақшасын ұрлаған, коррупциямен қанша ұрлаған. Мынау тек қана сот жағынан енді не алсақ, жылына 5 миллиард доллар не алады екен. Халықтың жасында, қанында сөйт не алған. Ол бөлек пост. Енді қанша зиян әкелген, қанша зақым әкелген Қазақстанға. Қазақтың жерлерін беріп жетті Қытайға. Баяғыда қазір елі ешкімде жоқ. Хан Тенгримен бірге пәленбай миллион гектар жерін беріп жүрген Қытайға. Байлықтың бәрі жаңағы алтын, мұнай, анау бар, мынау бар. Өзбек, кореец, индус, еврей, орыстардың ба бәрін білді. Өзбекстанға, Қытайға беріп жетті. Ол санай алмайсың қанша жақын келген. Сөйтіп отырып, соның бәрін біле отырып, жағы ол қазір тегін самолетпен ұшады. Біздің арқамызда охрана істеген. Баяғыда қалай болған, қазір 500 миллиардтарға тегін. Оған ешқандай қылмыстық іс қозғалып жатқан жоқ. Оған ешқандай жағы 8-10 жыл тұрмақ, 8 күн сағат беріп жатқан жоқ. А мынау Шерхаттың әкесі, Шерзаттың әкесін бағысты. Баласын өлтірді. Мен өзім пікірімді айтайын. Не үшін өлтіргенін, қалай өлтіргенін, кейін жағы інісін өлтірді. Сөйтіп, ол әбден доводить етіп, сондай психический состояние келтіріп, анау 2 баллонды тесті деп, 2 баллонды. Ары кетсе жағы капотына пышағын ба немнесін қорқыту үшін. Енді әркім, мысалы, мышықта жақындамасын деп бет не олады, инстинкт защиты. Не олған үшін, 8 жыл береміз деп, сөйтіп қамап қойды, қылмыстық. Салыстырыңыз, Назарбаев қанша ушер жасады, бұл қанша ушер. Назарбаевтың шыққандай не олған оқиғасын, жағы Шерзаттың әкесінің оқиғасын қарсы. Сөйтіп қарындасын. Сөйтіп шығар жермекші Қарақалпақстанға, Өзбекстанға. Соның ба? Қазақты. Мынау Өзбекстан мен Тәжіктің қанша азаматтар жүр, визасыз, немнесіз ақша тауып, 5 миллиардтан 7 миллиардқа шейін әкетеді екен біздің Қазақстанда. Түсіндіңіз ба? Мынау жақта, алыс емес, мынау таудың шет жағында, мынау Алматы Ресерт жақта генерал МВД үйі тұр, қасындағы немне тұр. Мен ойынша ұрлаған ақшаға өзбектерге соқтырып жатыр. Сол ақшаға қазақ жоғалтып беретін еді бригадасымен. Управляющийсі орыс, соны қазаққа сенбейді. Соған қарағанда бұйрық берілген. Мына өзбектерге жағдай жасаңдар, қойыңдар. А мына Шерзаттың әкесін жасап жатқан мынау. Мен таңғаламын осыған. Қандай жауыз, қандай немне ойлаған. Мысалы, мен өзім пікірімді айтайын. Мынау Шерзатты не үшін өлтірді? Немне үшін? Мынау ол кезде бір оқиғаны жағы немнен атомный электростанцияны жағы референдумды фальсификация жасады деп, елдің бәрі шуылдап кетті. Елдің бәрі қарсы еді. Атомный электростанция соғылсын деп Қазақстанға. Тем более Россияға. Кім болса да. Ол ұрлық қайтадан түгел оккупация ол. Қазір өзінде біз губерния болып отырмыз. Соның ба? Сол оқиғадан кейін, сол оқиғаны да глушить ету үшін мұнаның жағы Шерзат дейтін баланы өлтірді. Сөйтіп боқтарын бәріне фас деді. Олар ойбай деп шуылдап кетті. Бәрі қазақтың бәріне сөйту керек. Сөйтіп не қылды? Түсіндіңіз ба? Ананы басу үшін. Баяғыда есіңізге шығарған, мен пост шығарған мынау. Российский жаңағы вор в законе, Гриша деймі, Тоқаев мырзаны Б.Л. деген жаман сөзбен не қылды? Қайта не қылып кетті? Сол кезде дәл артынша жағы мынау жилищный комплекс деймі, сонда үйлерін жанып кетіп, 2 адам қайтыс болды.
біреу секіріп қайтыс болды, этаждан жанып бара жатқан екен, екінші жаңағы тұншығып қайтыс болған ба, сондай қайтыс болды. Сөйтіп жабайы. Ол енді Құдай біледі, совпадение ме жоқ па, соған келіп тұр. Енді басында мынау елдің бәрі шуылдатқан екен, мынау байғұс баланы жаңағы әкесін қамаған екен, жаңағы борттардың жартысынан көбісі үндемейді. Анағым үндемейді, оларға приказ бермеген шуылдамасына. Баяғыда атомный электростанциясының немнесі мәселесін не қылған шуылдатты, қазір шуылдатқан жоқ. Обал деген жоқ па сіздерге, мынау билікте отырғандар да, өзіміз жалғыз қазағымыз дейміз. Сол қазақтардың бәріне қудалап, жалғыз қызымыздық жағы шетелге жібермекші, Өзбекстанға, Қарақалпаққа. Анау баланы соттатқызып жіберді. Қамап қойды. Ущерб деп. Мына ущербті санамайсыздар ма? Мына әкім, любой әкімді алыңдар, мына оларды қамамайсыңдар. Ақша іздеп жатырмыз дейсіңдер, іздеп жатыр, өздеріңнен бастаңдар іздеп. Қаяқтық іздеп, уже қанша жыл өтірік іздеп жатсыңдар. Мен таңғалам, мынау Алтынбек Сәрсенбаевтың марқұм ағасы нақпын демейді. Ол кісі де ақсақал ғой, енді ол кісі немене қойды, нақ болсын деп, қайта-қайта бұл жерде орысша айтқанда, надо бить во все колокола же. Бәрімізді сөйтіп шетіне қырып жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, безнаказан болған екен, соның бәрін істеп жатыр, түсіндіңіз ба? Нақ мынау басқалар жаңағы зиялы қауымын демейді. Ұятсыздар, ауыздарына құм алғандар. Нақ бұлар үндемейді. Мынау жаңағы референдум, жаңағы бір нәрсе сайлау болып жатқанда мынау шығатын Шораев дейді, жаңағы анау Абилов дейді. Нақ олар үндемейді. Мынау билікте отырғандар адам дейді, депутаттар нақ үндемейді. Нақ референдумде импичмент бермейді. Мен таңғаламын мен. Жоқ, приказ күтіп отырсыздар ма? Мүмкін жаңағы зиялы қауым басқалар жаңағы приказсыз сөйлей алмайсыздар ма, жаңағы билік приказ бергенше? Обал ғой. Сол үшін мен сұранатым, мен не қылып жатқанды жоқпын, қазақ біз ғой. Мына бас прокурор, министр внутренних дел, не қылып отырсыздар мынау? Мына босатыңдар мынау баланы. Мен ойынша баласы мен ағасын өлтіріп, осындай доводить етіп на состояние. Мен оны білем, басқа ешкім білмейді. Үйімізден шығамыз, артымыздан провоцировать етіп шығады. Автобусқа мінсек, басқа неменеге. Автобуста тиістік бермейді, екісі басып, бүйтіп, тиісіп. Баншаға барсаң, обществен, сояқта да тиістік бермейді. Бригада біреулер жібереді. Сыңыз ба? Өз-өзін өлтірсіп, психологически немене болсын. Больницаға барсаң, больницада қинайсыңдар. Басқа жерге барсаң, басқа жерде қинайсыңдар тиісіп. Жексұрын қылыс кеп. Мен ол түсінем, 100%. Қоршап алып жан жақты, әрине ол не қылады? 2 баллон тесті, ары кетсе 1000 теңге не қылдың деп, сен давай 8 жыл ма, қанша жылға қамап қойды. Ұят емес па? Но сот, басқалар бар, обал емес па? Сендер бір айлығына ары кетсе бір 10-20 миллион долларларың бар шығар. Сол үшін ұлтыңды мына обал ғой біреудің, өзіміз баламыз ғой. Нағын демей отырсыңдар. Табақтай болып отыр жаңа министр внутренних дел, ұялмайсың ба? Орысша сөйлеп, мүмкін сіз анау жаңа Путинге угрожать етіп жатқан шығарсыздар жаңағы. Келесі президент мені сайласаңдар, осындай қазақтардың бәрін қазір уже орыс қылып жерім, кейін тағы орыс қылып жерім деп. Мен білмеймін, менің пікірім, ондай болмай-ақ қойсын. Приказ бермейсіңдер ма? Олигархтарды тек қорғайсыңдар. Чиновниктерді қорғайсыңдар. Құқық органдарын бәрі қайсың болса да чиновниктерді қорғайсыңдар. Надзорный орган, олигархтарды қорғайсың. Енді мына қарапайым қазақты кім қорғайды? Обал емес па? Босатыңдар жаңағы баланы. Анау қызды обал, елдің бәрі күліп жатыр. Өзбекстан ана бір жігіт айтады, сендер мынау кімге сеніп жатсыңдар? Аттарын бәрін сатып жатқан президентке сеніп жатсыңдар ма дейді. Өзбекстан бәрі күліп жатыр ішінен. Біледі олар бізге погода жасап жатқан. Басқалар басқа жасап жатқан. Соны енді өзге ұлттардан ұялып, намыстан ұстап, обал ғой, босатыңдар, кешірім сұрап, анау баладан сөйтіп үй әперіңдер оған. Ұрланып жатыр ғой миллиардтаған доллар, 25 миллиард ұрлады. Мұны әкімдерді жыл сайын құрғанда бір 100 миллион доллар ұрлайды, құрғанда.
Onun bәрін көріп отсы, біліп отсы, өтіріктен іздеп атымыз ақша деп қояды. Мына ақшалар, мен сіздерге 25 миллиард долларын қалай, кім қай стройкада қаншасы ұрлаған, жаңағы қай әкім кеткен, соны көрсетіп беріп, соның бәрін запретить не қылыңдар ғой, енді өтірік ойын жасаң. Оның бәрін қойшы енді. Мынау баланы босатыңдар, жаңағы үйін әперіңдер, анау қызды кешірім сұрап, баладан кешірім сұрап, қызды қайтарыңдар. Құрметті қазақ елі, бәріміз кірісейік, мынау обал ғой. Мынау жаңағы зиялы қауым бар, оларға сенім жоқ уже. Олар әшейін жаңағы немене ғой. Ат салысы босатайық мынау балаларды. Рахмет сізге.